Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге сметаник пирогтың өзгеше жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: жұмыртқаның сары-уызы 3 жұмыртқаның сары-уызы болса жеткілікті. Оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ, осы екі масса жақсылап біріксе болды. Шамамен 1-2 минуттай араластырсаңыздар жеткілікті. Миксер пайдаланбаймыз, және оның үстіне ертілген суып тұрған сары майымызды құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель қосатын боламыз. Ең алдымен қасықпен араластырсаңыздар да болады, немесе мен сияқты қолмен араластырып аласыздар. Бастапқы кезде влажный болады, одан кейін осындай крошкалар пайда бола бастайды. Қатты қылып қоймаңыздар. Крошканы осылай қолдарыңызбен мұжған кезде өзінің формасын жинап, үгіткен кезде осылай шашылып кететіндей болуы керек. Енді біз кез келген форма жарайды. Қыздар, өзіңіздің қалауыңыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер, шетіне сары май жағып қойсаңыздар да болады. Осы кезде мен көз мөлшерімен жасадым. Крошкаларды теңдей 2 бөлікке бөліп алып, асты-үсті бірдей болса да болады. Қыздар, қолдарыңызбен басыңқырап, сәл-сәл ғана бортиктарын шығарыңыздар. Асты жағы осылай сәл қаттылау болып тұруы керек бізге. Енді бұны холодильникке 10-15 минутқа салып қойыңыздар. Оға дейін біз начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ақуызына кішкене шым-шым тұз салып, миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ол өзінің формасын ұстап, осылай аппақ болып шығады. Яғни сіз ыдысыңызды дөңгерген кезде ешқандай ағып кетпеу керек. Ағып кетпесе, міне біздің жұмыртқамыздың ақуызы дайын деген сөз. Енді 20% қаймақтың үстіне қант ұнтағын және жүгері крахмал, міндетті түрде жүгері крахмалын пайдаланамыз. Осы үшеуін жақсылап тұрып араластырып, содан кейін жұмыртқаның ақуызына қосатын боламыз. Барлығын толыққанды араластырасыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ, сосын миксермен араластырмайсыздар. Қасықпен жоғарыдан төменге араластырып аласыздар. Барлығы бір қалыпқа енгеннен кейін біздің начинкамыз дайын деген сөз. Осындай қаймақ сияқты бұлқылдап әдемі болып тұрады қыздар. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, дайын болған начинкамызды үстіне қосып, енді жаңа біздің алып қалған крошкамызды бетіне себетін боламыз. Жай ғана бетіне сеуіп шықсаңыздар болды қыздар. Қатты мыжып керегі жоқ. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын сеуіп шығасыздар. Қыздар, міндетті түрде пісіретін алдын пешті 20 минутқа қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 30-35 минутта толық пісіп шығады. Пісіп шыққан пирогымызды міндетті түрде салқын жерге 30 минутқа, яғни жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдеуге болады. Дәл қазір мен сіздерге пирогтың ортасын кесіп көрсетемін. Сондай нәзік, арасындағы салмасы өзінің қалпын ұстайтын, жұмсақ, ауызға салса еритін пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйлеріңізде үлкен кісі болса, шаймен өте дәмді, керемет желініп кетеді. Егер достар осы видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Өзге достарыңыз да біле жүрсін. Және менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді комментария бөліміне жаза кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.